2023-24 жылғы First Tech Challenge-дың Center Stage маусымына қош келдіңіздер. Командада екі оператор, Human Player, жаттықтырушы және робот бар. Әр матчта екі альянс құратын кездейсоқ таңдалған 4 команда ойнайды. Әр альянста тек бір ғана Human Player болады. Бір матчтағы қарсыластарыңыз келесіде бір-бірімен одақтас болуы мүмкін. Робот ойын ережесінде көрсетілген материалдардан құрастырылып, жақтары 18 дюйм болатын текшеге сию керек. Бірақ матч басталғаннан кейін оның көлемі үлкеюі мүмкін. Ойынның негізгі элементі пластик 6 бұрышты пиксель, ұзындығы 3, қалыңдығы жарты дюйм. Ойынға 64 ақ, 10 сары, жасыл және күлгін пиксельдер қосылады. Командалар қағаз ұшақпен командалық реквизит сияқты өздерінің ойын және негізгі элементтерін енгізе алады. Ойын биіктігі 30 см болатын жұмсақ тақтайшалармен жабылған шаршы алаңда өтеді. Алаңның ортасында екі ферма орналасқан. Фермалардың ортасында сахнаға қарай ілінген есік бар. Алаңның соңында әр альянсқа арналған тақтайша бар. Тақтайшалардың астында түрлі түсті лентамен жапсырылған сахнаның артындағы бос орын бар. Алдыңғы жақтың бұрышында лентамен сахнаның сырты белгіленген. Алаңның әр квадрантында арнайы белгілер жапсырылған. Алдыңғы қабырғаның дәл жанында ақ пиксельдер орналасатын сызықтар жапсырылған. Ал алдыңғы қабырғаның әр жағында 3 қону алаңы белгіленген. Навигация жақсы болу үшін алаңның қабырғасына және екі тақтайшаға да April тегтері орналастырылған. Көк және қызыл альянстың станциялары алаңның сол және оң жағында орналасқан, және олардың тура алдында Human Player'лердің қызыл және көк станциясы тұр. Әр матчтың алдында пиксельдер альянстар станцияларының жанына және алдыңғы қабырғаның ішкі алаңына орналасады. 4 пиксель арнайы белгілерге орналастырылады. Алайда бұл пиксельдер командалық реквизитке ауыстырылуы мүмкін. Командалар роботтарын бүйір жақтағы қабырғаларға жанасатындай етіп қояды. Әр команда роботқа бір сары және бір немесе бірнеше күлгін пиксель жүктей алады. Сондай-ақ команда роботқа бір қағаз ұшақтан салалады. Сосын пиксельдердің орналасуы мен командалық реквизиттер белгілерде кездейсоқ анықталады. Ойыншылар мен алаң дайын. Матч автономды кезеңнің 30 секундында басталады. Бұл кезде командалар алдын ала жүктелген бағдарламалар мен ақпараты бар датчиктерді қолдана отырып ұпай жинай алады. Дұрыс белгіленген күлгін пиксель 10 ұпай әкеледі. Алайда белгіде командалық реквизит орналасқан болса, күлгін пиксельдің орналасуы 20 ұпай әкеледі. Сахнадан тыс әр пиксель 3 ұпай әкеледі. Ал тақтайшаға орналасқан әр пиксель 5 ұпай әкеледі. Арнайы белгі аймағындағы тақтайшада орналасқан сары пиксель 10 ұпай әкеледі. Немесе, егер индикатор ретінде командалық реквизит болса, 20 ұпай беріледі. Сахнадан тыс аймақта орналасқан роботтар 5 ұпай әкеледі. Пиксельдердің автономды кезеңде жиналған ұпайлары басқару кезеңінің соңында да ұпай әкеледі. Автономды кезеңнен кейін бірден 2 минуттық басқару кезеңі басталады. Бұл уақыт ішінде Human Player'лер сахнадан тыс аймаққа жаңа пиксельдерді орналастыралады. Сахнадан тыс аймаққа орналастырылған әр пиксель 1 ұпай әкеледі, ал тақтайшаға орналастырылған пиксель 3 ұпай әкеледі. 3 бірдей немесе 3 әртүрлі пиксельден тұратын мозаика 10 ұпай әкеледі. Егер альянс тақтайшадағы пиксельдерді белгіленген сызықтардан жоғары орналастырса, ол әрбір өткен сызық үшін 10 ұпай алады. Басқару кезеңінің соңғы 30 секунды endgame деп аталады. Роботтар пиксельдерді орналастыруды жалғастыра береді. Бірақ бонус жинаудың басқа да жолдары бар. Роботтар ұшақтарды ферма немесе сахнаның есігі арқылы ұшыралады. Қонатын жеріне байланысты ұшақтар 10, 20, 30 ұпай әкеледі. Сахнадан тыс жерге тіркелген роботтар 5 ұпай әкеледі, ал фермада ілінген роботтар 20 ұпай. Ойынның бұл маусымында ұпай жинаудың түрлі тәсілі бар. Сондай-ақ, альянстан ережені бұзғаны үшін ұпайын алып тастайтын да ережесі бар. Роботтар есіктің сахнаға тік қозғалысына кедергі жасай алмайды.
Роботтар қарсыластарының артқы жағынан пиксельдерді лақтыра алмайды. Басқа роботты әдейі зақымдауға да тыйым салынады. Роботтар басқа альянс ұшақтарының ұшуына кедергі келтіре алмайды. Роботтар басқа альянстың фермадағы ілулі жұмыстармен байланыса алмайды. Сіз Center Stage ойын маусымының қысқаша ережелерімен таныс болдыңыз. Толық ережені ойын шартының 1 және 2 бөлім құжатынан таба аласыздар. Және First жұмыстарының басты ережесі игі кәсіпқойлық екенін есте сақтаңыздар. Жарқын маусым мен сәттілік тілейміз.